Арнаға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен оңай әрі тез әзірленетін жеңіл әрі дәмді астың дайындалу тәсілімен бөліскім келіп отыр. Бұл тағамның құрамында белок өте көп, сондықтан ол спортпен шұғылданатын, белсенді өмір салтын ұстанатын адамдарға өте пайдалы. Алдымен керегі бізге тауық еті, оны енді тураймыз. Ірі қылып туруға болады, уақ қылып туруға болады. Сосын оны аздап маринадтап қоямыз. Өзіңіздің қалауыңызша дәмдеуіштермен, менде қара бұрыш пен тұз, сосын сарымсақтың бір бөлігі ғана, сонымен маринадтап қақпағын жауып қойдым. Бұл тағамның бір ерекшелігі, құрамына не саламын десеңіз де, қанша саламын десеңіз де, өз еркіңізде. Тауық етінен басқа мен картоп қостым. Міне 3 дана картоп, оны жұқалап турадым, сосын суға салып қойдым. Тамаққа картоп қосатын болса, мен картопты әр уақытта ең бас шағында ашып, тазалап, суға салып қоямын. Көбірек суда тұрып, крахмалы шықсын деген ниетпен. Піскен жұмыртқа керек болады. 4 жұмыртқаны суға салып қойдым, пісіп қайнай берсін. Бір пиязды турадым да, азғантай майға қуырып бастадым. Осы қуырылып жатқан пияздың үстіне бір сәбізді турап салдым. Енді екеуін бірге аздап майға қуырып аламын. Мына картоптың крахмалы бөлініп шықты, суын ауыстырып, тағы бір шайып алып, сосын осы картопты жаңа қуырылып жатқан пияз бен сәбіздің үстіне саламыз. Керегінше үстіне тұзын сеуіп, араластырып қуырып аламыз кішкене. Жаңа айтып өттім, бұл жерде енді қатып қалған ешқандай заңдылық жоқ. Картоп аз жеймін десеңіз аз салуға болады. Болгар бұрышы болса соны салуға болады. Өзіңіздің қалауыңызша қандай көкөніс ұнайды, соны салып пісіре беруге болады. Аздап картопын қуырдық, енді үстіне маринадталған тауығымызды салып, оны да азымыз қуырып, қақпағын жауып бұқтыра береміз. 15 минуттай піседі. Бұл пісіп болғанша бұның үстіне құятын соус дейміз, бір қимақ тәрізді, соны әзірлейік. Оған керегі бізде 2 жұмыртқа, оған үстіне бұрыш пен тұзын салып араластырамыз да, 1 стакан сүт құямыз, сосын 2 ас қасық ұн салып, әбден жақсы етіп араластырамыз. Ал бүтіндей пісірілген жұмыртқаларды сыртын аршып, ортасынан бөліп даярлап қоямыз. Енді әбден дайын болды деген уақытта жаңа пісіп жатқан тағамның үстіне әзірлеп қойған сұйық соусымызды құйып қоямыз. Оның үстіне жаңағы піскен жұмыртқаларды орналастырамыз. Піскен жұмыртқаны да өз қалауыңызша деп айттық жаңа. Мен 4-еуін пісірдім, соны енді жарты-жартыдан бөлгенде 8 мынандай жарты жұмыртқа шықты. Соларды орналастырып, ыдыстың қақпағын жауып қоямыз, кішкене бір 2-3 минутқа. Екі-үш минут уақыт өткеннен кейін бетіне ірімшік болса, сол ірімшікті үккіштен өткізіп себесіз. Оны да қақпағын жауып қоясыз, ана ірімшік ерігенге дейін. Ірімшігі еріп, әбден бәрі дайын болған кезде, қолыңыздағы бар ақжелкен немесе аскөк, пияздың көк сабағы бола ма, соларды уақтап, майдалап турап, бетіне себе салыңыз. Тамағыңыз өте әдемі болып көрінеді сонда. Міне өте тез дайындалатын, әрі кетсе бір жарты сағат уақытта пісіп дайын болатын, белокқа өте бай, дәмді, ерекше тамағымыз дайын болды. Белок деп қайта-қайта айтып жатырмыз, енді белок бұл адам ағзасына керекті, өте пайдалы құрылыс материалы. Сондықтан оны жаңа белсенді өмір салты дейміз ғой, енді активный образ жизни ұстанатын адамдарға, мысалы дене шынықтыру жаттығуларынан кейін бұлшықеттерін қалыпқа келтіруге өте пайдалы. Әрі белок адам ағзасындағы зат алмасу процесін тездетеді. Сондықтан бұны түскі уақытта да, кешкі уақытта да жей беруге болады бұл тағамды.
Дәмді тамақтардан ләззат алайық, асыңыз әрдайым дәмді болсын. Видео рецепт пайдаңызға жарап жатса, өте қуаныштымын. Видео ұнап жатса лайк баса кетіңіз. Бұл менің еңбегімнің бағасы. Менің видеоларымды көріп жүрген адамдардың 90%-ға жуығы арнаға тіркелмеген екен. Арнаға тіркеліп, өзіңізге пайдалы, асханаңызда көмекші болатын видеолардан, қолжетімді өнімдерден дәмді ас пісірудің құпияларын біле жүріңіздер. Бір-бірімізді қолдап жүрейік. Қазақша ақпараттардың интернет желісінде кеңінен таралуына себепкер болыңыздар.